Талдықорған облысының Герасимов ауылының қасында ұзындығы 100 метр, ал ені 60 метрлі аты қорқынышты өлген көл бар. Таңғаларлығы, мұнда жыл сайын ешқандай себепсіз адамдар суға батып қаза табады. Жергілікті тұрғындар бұл жерді айналып өтеді, және бәріне де солай етуіне кеңес береді. Қыста су қатпайды, ал жазда су ешқашан жылымайды. Көл өте сұп-суық болып қала береді. Және көлдің ішіне ештеңе өспейді. Балықтар өмір сүрмейді. Су асты жәндіктері де өмір сүрмейді. Ал жағада масалар немесе шыбындарды ешқашан кездестірмейсіз. Водолаздар су астына ұзақ уақыт жүзе алмайды. Белгісіз себептен олар 3 минуттан соң тұншыға бастайды. Сол себептен олар дереу су бетіне шығуларына тура келеді. Ал ең бастысы, мұнда су астына кеткен адамдардың өлігі ешқашан су бетіне шықпайды. Көлдің түбінде тіп-тіке жанып тұрған шамдар сияқты тұрады. Әнші құм төбесі. Әнші құм төбесі Іле өзенінің жағасында пайда болған. Ұзындығы 8 километр, ені 3 километр. Әнші құм төбесі Қазақстандағы ең мистикалық жер болып саналады. Уақыт сайын бұл жерде терең реактивті ұшақтың гуілдеуі естіледі. Міне, осындай дауыс. Бұл дауыс бірнеше қашықтыққа дейін естілуі мүмкін, және уақыт өткен сайын оның дауысы тек күшейе береді. Соның кесірінен жер дірілдей бастайды. Қазіргі күнге дейін бұл жер толық зерттелмеген. Ешкім білмейді бұл құм қайдан пайда болғанын, бұл дауыс қай жақтан шығатынын. Жақын жердегі ауылдың ескі тұрғындары арасында осындай аңыздар айтылады. Бұл құмның астында Шыңғыс ханның әлі күнге табылмаған мәйіті жатыр дейді. Ал кейбіреулері бұл таудың астына шайтанның өзі Аллахтың қаһарынан тығылам деп кіріп кеткен, және содан кейін шыға алмаған. Өйткені Аллахтың қаһарынан ешкім тығыла алмайды. Сондықтан ол әр түн сайын шығуға тырысады. Ал гуілдеудің оның айқайлауы дейді. Егер сіз тәуекелденіп сол жерге барып таудың үстіне шықсаңыз, осы атақты гуілдеуді ести аласыз. Жамбыл облысындағы бір түрлі аномалды қасиеті бар көк көл. Бұл көлдің ішіне ешқандай өзен ағысы кірмейді және шықпайды. Дегенмен көл тап-таза, сондай мөп-мөлдір. Ежелгі Түркістан аңыздарына сенсек, көк көлдің түбі жоқ. Ғалымдар көлдің кейбір шұңқырлардың түбінің тереңдігін тексере алмады. Және тағы да бір аңыз, көк көлге ежелде су айдаһары орналасқан дейді. Жергілікті бақташылар мал бағып жүргенде ешқашан көрмеген үлкен жануар суда жүзіп жүрген құстарды судың астына алып кеткенін көрген. Қазақстан этнографы Печерский бұл көлде белгісіз мистикалық жануардың бар екенін растады. Ол оны көлдің бетіне шыққанда көрген. Ол оны осылай сипаттайды: өте үлкен жылан, ұзындығы шамамен 15 метр, ал ені 1 метр. Ал көбісі туристер бұл жерде ешқандай жануарға ұқсамайтын дауыстарды естиді. Барса келмес аралы. Арал теңізінің солтүстік батыс жағында орналасқан. Бұл арал көптеген аңыздармен қапталған. Ең басты мәселесі, бұнда уақыт өз қалауымен өтеді. Жергілікті тұрғындар бұлай мәлімдейді: бұрынғы ғасырда қашқындар аралда бірнеше күн өмір сүріп, үйге қартайған туыстарына ондаған жылдан соң қайтып келетін болған. Және өздеріне уақыт ешқандай әсер тигізбеген. Және бүкіл отбасылары із-түзсіз толығымен жоғалады. Кейбіреулер бұған инопланетяндардың қатысы бар дейді, ал басқалары мұнда қанаты бар ежелгі дәу жылан өмір сүреді дейді. Ол өзінің сиқыры арқылы уақытты өзгерте алады. Заманауи экспедицияларда мұнда жоғалған. Олар бірнеше минутқа ғана өзен жағалауына әрі кетіп, оларды бірден-ақ тұман басқан. Шамалыдан кейін тұман басылды. Содан қайтып жағалауға барса, олар құтқарушыларды кездестірген. Содан соң олар бірнеше минут емес, бірнеше күн өткен екенін естіген.
Достар, барса келмей шәлі мен тауық соған арнап жақында видео шығарамын. Соны жіберіп алмау үшін менің YouTube каналыма тіркеліңіз және лайк басуыңызды қалаймын. Айтпақшы, менің ВКонтактедегі группама тіркеліңіз. Бұнда сіз өз оқиғаңызбен менімен бөлісе аласыз және соны бірге талқылаймыз. Сіздерге рахмет. Қайырлы түн.